Ассаламағалейкум. Екі YouTube каналының тұрақты көрермендері. Сіздермен дидарласпағалы біраз уақыт болып қалды. Жұмыс барысымен. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әрі қазақ бай қуатты болсын. Міне бүгін бұқамызға 3 ай 24 күн. 6 айдың бірі кірілген. Содан бері міне 3 ай 24 күн болды. Соны бір бөлісе кетейін деп, бұқалармен бір кішігірім шолу. Ангус мінекей. Қандай ет алып жатқаны туралы жазып кетіңіздер. 114 күндегі нәтиже. Арт жағынан түсіріп өтейін міне. Қасқа бұқа. Навала бұқа міне. Барлығы түсте міне. Тәңертең салынған жем шөбі. Сон түсте қалған шөптерін қазір түсіріп видеоға түсірейін деп сон тұрып жеп жатыр. Біздегі режим 2 уақыт. Көп кісілер жазып жатады. Неше уақыт бересің, қанша килограмм жейді деп. 2 уақыт жейді. 3,5. Азанда 3,5 килограмм, кешке 3,5 килограмм. Кейбіреулер 3 килограмм, кейбіреу 4 килограмм жейді. Не 3,5 ай ғой, негізінен 4 айға жуықтап қалды. Нәтижесі мынандай міне. Сандар осылай болып тұр міне. Мыналар достан аз кейін кіргендер. Анау дикий дарабоз. Бұйырса бұлар енді ноябрьдің 10-дары шығады бұйырса деп жоспарлап тұрмыз. Толғандары. Ал енді ол кезде аса толмағандары қалады. Таңертең күрелген. Асты сонда енді түс болды, қазір кішкене болғанды. Суы осы жерде міне, алдында да айтқан болатынмын. Ауа райы кішкене салқындады. Со жегендері жақсы қазір енді таусып жеп жатыр. Тағы да жемді кішкене болса да көбейтеміз енді. Мына жақтағы бұқалар міне. Бұл жақтағы бұқалардың да артынан түсіріп өтейін. Барлығы шөптері, қалған жемдерін жеп жатыр. Қай жақтағы бұқа еттірек екенін жазып кетсеңіздер болады. Барлығы негізінен бірге кірген мыналар. Мыналар ғана соңынан кірген бұқалар міне. Мына екеуі. Мынау құнан бұқа, мына қасқа бұқа. Теуіп кетіп жүрмесін деп ақырындап келе жатырмын. Негізі жем шөбіттен жемеген кезде адамды тебеді. Мына жақ кішкене қараңғылау болып тұр. Жарығын қосып жіберейік. Не ала бұқа, қасқа бұқалар, бұтыл қасқалар. Мына жақта да тұр міне дикий. Шолақ бұқа. Ол да кішкене мінезі бар. Неге осылай қазір алды жағынан түсіремін.
Алдыңғы жағына міне. Енді аса қатты мойын тартпаған әлі. Әлі уақыт бар. 1,5 айдай уақыт бар әлі. Ол кезде барлығы толысып, жетсетті толады деген ойдамыз. Мына дикий. Мыналар кейін кіргендері. Мыналарға 3 ай 24 күн. Жемнің рецебі 80 кг арпа, 20 кг кебек, 55 кг бидай, 55 кг жүгері, 5 кг жымық. Қосып барлығын араластырып, 2 уақыт беріп жатырмыз. Соның нәтижесі міне осындай. Алдында 50 кг арпа болған, аса дұрыс жей алмай, кейін арпаны кішкене көбейттік. Әр қазақ бай қуатты болсын. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әр қазаққа жұғысты болсын. Малмен айналсыңыздар, байыңыздар. Бірге дамиық, бірге байық. Енді ана қорада 3 бұқа бар, ол ең кішкентайлары. Қазір соңында түсіріп өтетін болам. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мына жақтағы 3 бұқа міне жағдайлары осындай. Бұлар да ақырындап толып келе жатыр. Мыналар бір жас бұзаулар, бұл енді борланған жоқ. Мынау кейінірек борланады. Жаңбыр жауған, қоран төбесі ашық, содан су кіріп кетті. Мынау сиырымыз. Бұл да борға кірді. Бұнда борда қылап жатырмыз енді. 1,5 ай 2 айда бұл да шығып қалады. Мына бұқалар міне. Мынау кішкене жіңішкелеу. Ана екеуін болады нормально. Кішкене толығыр сандары шығып, жуарып, солай болып тұр. Мынау аз жіңішкелеу болып тұр. Кіргеннен бері жіңішке. Мынау болашақ міне көктемде шығатын бұқа. Бұл Алатау.